Балалар, сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсізбе. Қалдарың қалай? Жақсы. Балалар, сендер бауырсақ ертегісін білесіңдер ме? Я. Мына жерде текшелерден маған бауырсақ ертегісін құрастырып беріңдерші. Қане, бастадық. Қайда бауырсақ? Аю. Аха, қоямыз. Бауырсақ. Міне балалар, біз бауырсақ ертегісін құрастырдық, иә? Қане, маған бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерін айтып беріңдерші балалар. Мына жерде кімді көріп тұрсыңдар? Әже. Әже, мынау қандай жануар? Аю. Қоян. Қасқыр. Түлкі. Бауырсақ. Бауырсақ ертегісінде ең соңында бауырсақты қандай жануар жеп қояды? Қашқыр. Бауырсақты қасқыр жеп қоя ма? Түлкі. Дұрыс, Рамина, дұрыс айтасың, түлкі. Балалар, сендер маған бауырсақтың суретін салып бересіңдер ме? Я. Иә? Ендеше ана үстелге жайғасайық, балалар, жүріңдер. Бірінші қылқаламды суға салып, сосын қылқаламның ұшын ғана бояуға малып, домалақтың суретін саламыз. Осылай домалақты салып аламыз. Сосын балалар, оны біз әдемілеп сыртына шығармай, ұқыпты бояйтын боламыз. Жақсы ма балалар? Қане, бастаңдар. Ал балалар, енді біз қара түсті бояумен бауырсағымыздың көзін және езуін салатын боламыз. Жақсы ма балалар? Бастаңдар. Ой. Сен де аузын салады. Қане, өзімізге қошемет жасайықшы, балалар. Өз-өзімізге қошемет жасайықшы.